Сәлеметсіздер ме? Құрметті көрермендер. Бүгінгі сабақта біз сіздермен PHP арқылы веб-сайтқа кіру жүйесін жасайтын боламыз. Алдымен біз XAMPP программасын қосып аламыз. Және де Apache мен MySQL-ды біз қосуымыз қажет. Ол екеуі жасыл болып жанса, демек біздің XAMPP программамыз дұрыс жұмыс жасап тұр. Келесі біз диск C-ға барып, C дискісіне барып, XAMPP папкасына кірсек, соның ішінде htdocs папкасы бар. Сол папкамызда біздің барлық проекттеріміздің бәрі соның ішінде сақталатын болады. Сонан соң біз өзіміздің өткен сабақта жасаған папкамызды тауып алайық. Мінекей видеос папкамыз. Енді өткен сабақта біз екі файл жасаған болатынбыз: index.php және register.php. Енді бүгін біз сізбен веб-сайтқа кіру жүйесін жасаймыз. Демек, логин. Оны жасау үшін біз тағы екі PHP файл жасайтын боламыз. Алдымен мәтіндік документ жасап, оны біз PHP файл ретінде сақтап аламыз. Бірінші мәтінді мен index кіру деп сақтап алайын. Индекс кіру .php сақтай. Тағы бір файл жасайын. Екінші файлдың атын мен кіру PHP деп жазып қоям. Кіру PHP. Ал мінекей біздің екі файлды жасадық. Енді мен өткен сабақтың кодын қазір қолданатын болам. Естеріңізде болса, өткен сабақта біз index.php файлына осындай HTML арқылы форма жасағанбыз. Осындай форма жасаған болатынбыз. Қазір мен бір кодты жаза бермеу үшін қайта осыны қайтадан көшіріп, осы кодты көшіріп қоятын болады. index.php-дан көшіреміз. Және index кіру PHP-ға көшіріп қоямыз. Енді мына жерде кішкене өзгертулер енгізем. Мына жерде мен адресті алып тастаймын қазір. Міне менің формам. Кішкене былай шығарып қойсам болады алға. Формамның ішінде мынау менің кестем. Міне кестем. Және кестемнің ішіндегі жолдар мен бағаналар. Енді мен қазір мынау жолды адресті алып тастайтын болам. Ол үшін мен мынаны белгілеп алып backspace арқылы алып тастаймын. Енді келесі маған қажет ол username мен password қана. Өйткені біз кез келген жүйеге кірген кезде өзіміздің username-імізді, лақап-атымызды және құпия сөзімізді ғана береміз. Енді мына жерде батырманың атын өзгертейін. Батырмадағы жазуды өзгертейін. Login деп жазып қойайын. Логин немесе кіру деп жазып қойайын.
кіру, және оның атын register btn емес, login btn деп ауыстырып қояйын. Бәрін сақтап қоямыз. Енді келесі нәрсе, мына жерде мен стайлда мына table'ды алып тастайын. Table td'ді алып тастадым. Демек table data стильдерін алып тастадым. Тек қана table'ның ғана стилін қалдырдым. Мінекей сақтап қойдым бәрін. Енді мына жерді де ауыстыру керек. Form action менде енді action деген демек ол осы батырманы басқан кезде сіз мынау actionға жазылған файлға барып сол жердегі код орындалатын болады. Демек бізге кіру PHP-дегі код орындалғанын қалаймыз. Сол себепті біз мына жерге кіру PHP деп жазамыз. Метод сол пост болып қала береді. Метод пост дегеніміз ол өткен сабақта да біз сол метод постты қолдандық. Сол себепті пост. Мінекей пост көріп тұрсың. Пост деген ол супер глобалды айнымалы деп айтылады. Бұл айнымалының қажеттілігі ол басқа файлдағы мәнді ол осы файлға көшіру үшін осы глобалды супер айнымалы пост қолданады. Сол себепті ол бізге өте қажет. Келесі, енді біз кіру алдымен осы жасағанымызды көріп алайық, не шыққанын. Ол үшін біз мынау біздің өткен сабақтағы жасағанымыз. Қазіргі файлды көру үшін біз index кіру PHP жазайық. Index. Сонымен localhost біздің папкамыздың аты videos, index, төменгі пробел кіру PHP. Сан қосып көрейік. Мінекей біздің логин формамыз шықты. Енді біз осыған код жазайық. Ал код жазу үшін біз алдымен өткен сабақтағы register PHP файлынан бір-екі нәрсені алсақ болады. Немесе мынаның бәрін көшіріп алып, кішкене өзгертсек те болады. Осының бәрін көшіріп, мен кіру PHP-ге көшіріп қойдым. Енді мына жерде біраз нәрсені алып тастаймын қазір мен. Мынаның бізге қажеті жоқ. Адрестің қажеті жоқ. Және мына жерде бізде register btn емес, енді login btn. Ал мына екеуін солай қалдырсақ болады. Өткені мен жаңағы username мен password құпия сөздің аттарын өзгерткен жоқпын. Көрсеңіздер болады. Мені аты username-дікі username болып қалды. Password-дікі мені pass болып қалды. Сол оны өзгерт жоқ. Тек қана мен батырманың атын ғана өзгерттім. Оны мен мына жерге жаздым. Сол себепті. Енді келесі нәрсе, біз енді біздің сұрауымызды query, запрос демек қазақша сұрау деп айтсақ болатын шығар. Осы сұрауды біздің мәлімет базасына сұрауды ауыстыруымыз қажет. Демек бізге қазір мынандай сұрау жазу қажет. Select жұлдызша дегеніміз барлығы деген сөз. Select деген таңда. Сонда барлығын таңда деген сөз. Select from. Мына жерге енді кестенің атын жазамыз. Кестенің аты users. Соны
жерге енді мен жаңағы бағананың атын жазам. Users where, мінекей мына жерге кіретін болсақ, бағананың аты username, оны структураға кіріп көрсеңіз де болады. Жүйе баяу жұмыс істеп жатыр. Кішкене. Мінекей username, password, тура осылай жерде қалай жазылған, мына жаққа да солай жазамыз. Мінекей username and password. And деп жазудың себебі ол екеуін де тексеруіміз қажет бізге. Ал енді username-нің ішіне мына айнымалыны мына бір жерге қоям, айнымалыны қоям, және мына жерге паспортке мынаны көшіріп қоям. Мінекей query MySQL query select жылыша from users where username тең users password тең user pass. Жарайды, жақсы. Енді келесі тағы бұл айнымалын жасайым қазір. Query get деп қояйын атын. Және оған мына функцияның мәнін берем. MySQL num rows. Және оның ішіне аргумент ретінде мына query айнымалысын салам. Енді бұл MySQL num rows деген бұл қандай функция? Бұл функция мына кестенің ішінен егер мынандай юзермен паролі, жаңа құпия сөзі сай келетін, екеуі сай келетін болса, екеуі де жаңа юзернейм мен паролі де, егер ондайлар табылатын болса, мынау MySQL num rows, сол rows деген жалпы ол жолдар. Сол қанша сондай сай келетін жолдар бар біздің жаңағы кестемізде, соны санын береді. Сонда демек, егер бір сондай адам болса, демек ол бізде біздің кестеде ондай кісі бар деген сөз. Енді оны біз шарт арқылы тексереміз. Демек if егер query get айнымалымыз нөлден көп болса, демек бір адам бар деген сөз. Егер ол нөлден көп болса, онда біз бір экранға мәтін шығаратын болайық, және мәтін шығарып, және жаңа бір бетке өтетін болайық. Мәтінді шығару үшін мен сол өткен сабақтағыдай JavaScript қолдансақ болады. Script alert сіз жүйеге кірдіңіз. Жүйеге кірдіңіз деп жазып қояйық. Сіз жүйеге кірдіңіз. Ал мына жерде script window нүкте open тағы бір файл, PHP файл жасайық.
көрермендер, құрметті, оның атын басты бет деп қояйық. Мысалға басты бет болсын. Басты бет PHP. Басты бет PHP сақтаймыз. Енді бұл жерге басынан жаза бермеу үшін мен мынау index.kru PHP-ге кіріп, сол жердегі кодты көшіріп, мына жерге соны қоямын. Енді мына жерде форманың қажеті жоқ, бірақ бұл жерде оны алып тастаймын. Сонымен body'дің ішіне ғана h1 ішіне бұл басты бет деп жазып қояйын. Бұл басты бет. Және де мына жерге h1-дің стилін өзгертіп қояйын. h1 авто деп жазып көрейік. Енді келесі біз енді жаңа кіру PHP-ге барып, сол басты бет деп жазайық. Мына жерге басты бет нүкте PHP, және мына жерге біз self деген сөзін жазамыз. Бұл JavaScript-тің функциясы, арнайы window open деген. Егер оны үйренгіңіз келсе, JavaScript-ті де жазыңыздар. Мен ол туралы JavaScript-ке байланысты да сабақтар түсіретін болам келешекте. Осы енді келесі, егер мынау шарт орындалса, бізде мынау екі команда орындалады. Егер ондай болмай қалса, ондай кісі біздің кестемізде, демек бізге жаңа бір мәтін шығу керек. Осындай адам тіркелмеген деп жазып қояйық. Осындай адам тіркелмеген, және де бұл жерге де мынаны сақтаймыз. Window open. Мына жерде енді мен егер басты бетке кіре алмайтын болсам, онда мен сол бетте қалуымды қалаймын. Сол себепті index.kru PHP деп жазып қоямын мына жерге. index.kru PHP сақтаймыз. Ал болды. Осымен барлығы болған сияқты. Бәрі дұрыс болуы қажет. Мінекей, сонымен, құрметті көрермендер, бүгін біз сізбен 3 PHP файлын жасадық. index.kru PHP, kru PHP және басты бет PHP. Енді осыны біз тестілеп көрейік. Ал тестілеу үшін біз кестеміздегі мәліметтерді қолдануымыз қажет. Мысалы, мен Асан болып кіріп көрейін. Асан, username Асан, құпия сөз 1 2 3 4 5 6. Ал кіріп көрейін қазір. Алдымен мынаны бір рет жаңартып алам бетін. Енді жазып көрем. Асан. Мына жерде шығып тұр. Құпия сөз 1 2 3 4 5 6. Енді кіруді басамыз. Мінекей, сіз жүйеге кірдіңіз деп тұр. Окейді басам. Және міне
дереу басты бетке бізді алып келді. Сіз көріп тұрғандай. Жақсы. Мына жерге біз басты бетке тағы бір тегті қоссақ болады. Мысалы, артқа деген A тегін қоссақ болады. Href индекс кіру PHP және мына жерге артқа бару деп жазып қойсақ болады. Артқа бару. Индекс кіру PHP, артқа бару, сақтау. Ал енді тағы рет көрейік. Мінекей жүйеміз. Енді асан болып кіріп көрдік. Енді Темірлан болып кіріп көрейік. Темірланның құпия сөзі 9876554. Тамаша. Мінекей Темірлан. Мінекей шығып тұр. 9876554. Кіруді басамыз. Мінекей сіз жүйеге кірдіңіз деп шықты. Мінекей бұл басты бет. Мен артқа баруды басып көрейік. Міне қайтадан артқа келдік. Ал енді біздің кестемізде жоқ адамды енгізіп көрейік. Кез келген. Мысалы, Самат деген бізде болған жоқ. Мысалы, өтірік бір құпия сөз жазып қойдым. Енді кіруді бассам, мінекей осындай адам тіркелмеген деп жазып шықты. Және де индекс кіру PHP файлында қала берді. Қала береді біздің скриптіміз. Ал мінекей құрметті көрермендер, осы сабақ осымен аяқталды. Жалпы бүгін біз сізбен 3 файлды жасадық. Индекс кіру PHP, және регистр. Кешіріңіз. Индекс кіру PHP және мына басты бет PHP. Енді код, мінекей кодтың барлығы осы. Мынау басты бет PHP. Мынау кіру PHP-дің коды. Және де мынау индекс кіру PHP-дің коды. Мынаны кішкене былай. Мінекей. Бұл индекс кіру PHP-дің коды.